сорпасын, подливын алдын ала дайындап аласыздар. Мен дайындап қойдым. Енді тестасы бізде мантының тестасы сияқты болады. Тура мантының тестасы сияқты илеп жаясыздар. Жұқа етіп жайып алғаннан кейін май жағасыздар. Арасына сәбізді теркіден өткізіп, тұздап, жақсылап өлтіріп аласыздар. Сәбіз салатты салсаңыздар жақсы, одан да жақсы. Осылай тек қана сәбіз салсаңыздар жетеді. Мен азырақ капуста қосып жібердім. Және де шым-шым ғана тұз себесіздер. Жіңішке етіп кесіп, тура Гүлханым орағандай орап шығасыздар. Ораған кезде бос орайсыздар, тығыз орауға болмайды. Осылай бос орап, Гүлханым ретінде қоясыздар. Алдын жасаған подливын пияз, ет қуырып, картоп, сәбіз салып, және 2 ас қасық томат қосып, қуырып, тұз салып, су құйып 1 сағаттай қайнатып алдым. Қайнап дайын болғаннан кейін біз дайындап қойған штруйларымызды салып, үстіне азырақ су себелеп жіберіп 20 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Бетіне су себеміз, 20 минут пісіріп аламыз. Пісіріп алған кейін дайын барлығы. Бетіне укроп сеуіп ұсынсаңыздар болады, өте әдемі болып шығады. Дәмі де ерекше, жасап көрсеңіздер болады.